Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай гнездо салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 тазартылған жуылған картошканы үкіштен өткізуіміз қажет. Өткізіп болғаннан кейін оны қызып тұрған майға жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Келесі біздің салатымызға қияр қажет. Оны видеода көрсетілгендей етіп, майда бөліктерге кубик қылып турап шығамыз. Келесі бізде алдын ала қайнатылған сиыр еті, оны да майда бөліктерге бөліп, кубик қылып турап шығамыз. Еттің орнына тауық етін немесе колбаса қоссаңыздар болады. Келесі біздің салатымызға сиыр қажет, оны да майда бөліктерге бөліп, кубик қылып тураймыз. Келесі бізде қайнатылған 3 жұмыртқа, оны да майда бөліктерге бөліп, кубик қылып тураймыз. Турап болғаннан кейін барлығын үлкен бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз қосамыз және майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осы араласқан салатты тарелкаға саламыз. Дөңгелек формада саламыз. Салып болғаннан кейін оның бетіне жаңағы қуырылған картошкамызды айналдыра қойып шығамыз. Картошкамызды айналдыра қойып болғаннан кейін, оның бетіне әсемдеу үшін қайнатылған жұмыртқаны қоямыз және де жұмыртқаны сарысын бетіне теркадан өткізу арқылы сеуіп шығамыз. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, ас болсын.